Короче, мен жаңа видео түсіре бастауға кәсіп баспап біразын салып тастап түсіндірсем әбілшін. Короче, менде стена дейікші, допустим, высота потолков 2,90, то есть 2900. Длина кухня 3 метр. Осы 3 метр. Допустим, мына жерде менде фартук дейікші, кафель тұр, иә. Кафель по стандарту 60 сантиметр болады глубинасы. Мына жерде. Кафельға дейін, полдан до кафеля, мына жерге фартукқа дейін 870 болу керек қой. Что вертен посудомойканы носетіндай. 870 болады. 870-тен біз аламыз цоколь 11 сантиметр кухняда. И минус, егерде ЛДСП-дан столешница болатын болса, онда 38 болады. 722 это бізде корпустың размері. Енді маған осыны алып выявлять ету керек астыңғы корпустарды. 3 метр болса, мысалы мойканы 80 сантиметр алырым. И осыдан минус алам плитаны. Плитамен духовка 60 сантиметр. Тағы да бір 60 қылдыра салам. Допустим, ол менде 800 болды. Екі есікті просто 40-тан бөле салам. Но менде де, допустим, 60 болды жаңа ящик. Но да 60. Сонда 3 метр минус 800, минус 600, минус 600 бөлемекке 500. На екеуі, значит, 500-ден болады. Допустим, бұл бізде обычный коробка распашной. Просто ішінде полкамен болады. Ана бізде ящик. Ящикті, допустим, 3-ке бөлем. Менде корпус получается коробка. 722 бөлем 2-ке 361 болды. Мына 361. Немесе екіде ящик қылдыруға, немесе үстіне екеуін кішкентай қылдыруға. Онда 361-ді бөлемекке 180-нен болады ғой. 180, 180 болады. Егерде бұл бізде ручкамен болатын кухня болатын болса деген де ғой. Мына жерде 722 ғой. 722. Мына жерде бізде духовка. Духовканың стандартный высотасы 595 болады. Демек, 722-ден минус 595 127. Но примерно ящик 127 болады бұл фасады. Бірақ та ішіндегі ящиктің глубинасы 6 сантиметр болды ғой. Ол чтобы сию үшін. Енді үстіңгісі да бізде 2,90 болды жаңа. 2009. Высотасы. Минус 870 дедім жаңа, дұрыс па? 2030 минус 600 фартукты алып тастадым. Сонда 1430. Бірақ та бізде еще үстіне коронка жүр. Коронка бізде болады 10 сантиметр. Бізде үстінде коронка. Соответственно, тастадым. 870 минус 600. 1430 болды. Минус 100. 1330. Значит, астыңғы коробкасы. То есть, үстіңгі коробканың высотасы 330 болды. Вот. И дәл ал глубинасы үстіңгі короптың глубинасы по стандарту 300 болады. Фасадпен бірге 320 болады. Артында ХДФ деңдей. Ал астыңғы короптың глубинасы по стандарту 500 болады. Бірақ та стенканың аржағында орын қалады, доступ. Демек, бері қарай бізде 560-ға шығып тұрады. 560, оған плюс 2 сантиметр фасад қосады, ол 580 болады. Неге 560 болады, 4 сантиметр запасты өткен фасад қосады, 580 болады. Егер ручка болады болса, ручка тоже плюс-минус 2 сантиметр, сонда ол столешница 60 қой, 60-тан шығып кетпеу үшін жасайды. И, допустим, аламда, егер бізде прямой кухня болатын болса, аламында просто симметричный болатындай, дәл осылай қылдырып бөлемін. Егер де 330 болатын болса, можно антресоль қылдырып бөле салғыш, үстіңге есік бөлек, бөлек. Ішінде, допустим, полка, антресоль, допустим, 400 қылдыратын болсам, онда 330 минус 400, онда, значит, астыңғы корпус 930 болады. И мына жерде примерно полкадан кетеді ғой, полкадан. И мына жерде, мысалы, егер бізде мына жерде духовка тұратын болса, демек бізде вытяжка мына жерде болады. Вытяжка уже без разницы қандай, может стройный, ішіне кетіп тұратын, немесе сыртқа шығып тұратын, немесе телескоп деген болады. Бүйтіп двигается. Короче, мына жерде бізде вытяжканың корпусы болады. Мына жерде вытяжка болады бізде ішінде. Маған примерно айтқанда, сенен, что я хочу. Осыны
мен өзім, допустим, дәптерге салғаннан кейін осылай, чтобы мен жаңа саған программаға жазамын осыны, типа үстіңгі кухня короб, допустим, жазамын там 1330 или, допустим, 1440 деп ше, ой, 1430 ба, 1430, типа 1330 плюс 100 осыны жазамын. И жазамын, короче, 10 сантиметр үстінде корона, 40 сантиметр антресоль, 930 астыңғы есіктер дегендей, глубина корпуса 30 плюс фасад. И осыны жаңағы бөлемді, типа 80, 500, 60, 600, 500 деп бөлем. И астында нетем, просто высота, глубина дегенде ше. И соны паңыз, типа деталировать деп басқан кезде, чтобы сен жаңағы деталировка сразу атып шығатындай керек қой маған. Өткен то, что сен ана жерге жазыватсың, оны мен өзім де істей аламын да уже плюс-минус. А маған осы керек, желательно. Өткен мен мысалы қазір өзінде кухняны шығардым. Мына бөлек кухня ғой. Егер де менде қазір программа болғанда, мен мысалы программаға жасаған кезде уже деталировкасы дайын тұрады. А мен қазір ең бірінші салып алдым осылай. Енді маған осы қазір деталировать ету керек. Ол уже бөлекше отырып. А так егерде деталировать ететін программа болса, тема болады. И шкафтыға салатын тоже.